Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қытырлақ баклажан салатын жасайтын боламыз. Ерекше соуспен жасалады. Өте оңай әрі өте дәмді. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі, ал ендеше кеттік, бірге жасайтын боламыз. Баклажанды дәл осылай ортасынан бөліп, және де дәл осылай тағы да 3 бөлікке бөлдім. Және барлығын дәл осылай 4 бұрышты формада турайтын боламыз. Тым үлкен немесе тым кішкене етіп турамаймыз, орташа етіп барлығын турап дайындап алып, ыдысымызға саламыз. Ыдысқа салғаннан кейін кішкене ғана тұз себеміз да жақсылап араластырып 15-20 минутқа қалдырып қоясыздар. Сол кезде баклажанның суы шығады. Дәл осылай суын төгіп тастайсыздар да, баклажанды кішкене салфеткамен сүртіп, үстінен кукурузный крахмал салатын боламыз. Біздің крахмал салу себебіміз баклажан өте қытырлақ, хрустящий болып шығады. Сол себепті осындай крахмал салып, жақсылап араластырып аламыз. Осыны араластырып болғаннан кейін қызып тұрған майда баклажандарды аз-аздан салып, қып-қызыл етіп қорамыз. Себебі аздан салсаңыздар қытырлақ болып шығады. Егер көп деп салсаңыздар, қатты қытырлақ болып қалмауы мүмкін. Сол себепті қатты қызып тұрған майға аз-аздан салып, қып-қызыл етіп қорып ала бересіздер. Қараңыздар. Қытырлақ баклажанның сыры дәл осы крахмалда. Міне барлығын сорғытып, қағаз сүлгіге салып, майын тартып аласыздар. Міне қараңыздар, баклажандарымыз қытырлақ әрі қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Енді біз арнайы соусын жасайтын боламыз. Бізге соусына оливковое масло немесе кез келген сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Сосын осындай бальзамический соус, кәдімгі соевый соус барлығынан бір ас қасықтан саламыз. Және де 1-2 тісше осындай сарымсақты өткізіп салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Мен 1 тісше қолдандым. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз да. Енді салатты жайғастыратын боламыз. Ең бірінші тарелканың ең астыңғы бөлігіне қытырлақ баклажандарды саламыз. Және де оның үстінен бізге қызанақ қажет болады. Қызанақты жақсылап жуып, бұны да дәл солай 4 бұрышты формада кесіп шығасыздар. Барлығы біркелкі әдемі болу керек. Мен дәл осылай бір қызанақты турадым. Және де бізге осындай фета сыры қажет болады. Егер бұл сыр болмаса, сіздер қоспасаңыздар да болады. Бірақ қоссаңыздар тіптен керемет. Дәл осылай бұны да 4 бұрышты формада кесіп, турап дайындап аламыз. Содан соң бізге петрушка қажет болады. Осы петрушкамызды турап, барлығын дайындап алдық. Енді дәл осы баклажанның үстінен қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Содан соң сырды барлығын рет-ретімен орналастырып шығып, жаңағы дайындап алған соусымызды әдемілеп құйып шықсаңыздар да болады. Немесе кәдімгідей барлығын рет-ретімен салып, соусты салып араластырып ұсынсаңыздар да болады. Мен дәл осылай ұсынғанды жөн көрдім. Үстінен осылай құйып шықтым. Және де петрушканың ең үстіне әсемдік ретінде салып, әрі өте керемет дәм береді петрушка. Міне адам ағзасына өте пайдалы, әрі өте дәмді салат жасап көріңіздер. Сәндігі үшін осындай күнжет сеуіп қойсаңыздар да болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.